Ваша задача с помощью липучек приклеить детали на дуршлаг и самостоятельно изготовить маску. Петропавлда мектепке дейінгі білім беру қызметкерлерінің 5-ші халықаралық тәжірибелік конференциясы өтті. Алқалы жиын қатысушыларының бір бөлігі қаламыздағы Нұр Бөбек балабақшасында болды. Жергілікті ресейлік және белорустық мамандар бұл жерге бекер келген жоқ. Мекеме өкілдері осыдан бірер жыл бұрын тиімділігі дәлелденген заманауи тәсілді жұмыс бағдарламасына енгізіпті. Хотим поделиться опытом по внедрению технологии говорящей стены. Біз қонақтарға сөйлейтін қабырғалар атты тәсілді таныстырғымыз келеді. Оны Эстония елінен әкелдік. Біздің балабақша өрлеу біліктілікті арттыру орталығы облыстық филиалының базалық мекемесі, яғни сынақ алаңы десек те болады. Шетелдік технологияны бірден меңгерді. Қазір соның жемісін көріп жатырмыз. Өте тиімді бастама дегім келеді. Қолға алған жұмысымызға ата-аналар да, балалар да риза. Балабақшаның дәлізіндегі, бөлмелеріндегі қабырғалар бос тұрған жоқ. Оларға түрлі суреттер ілінген, танымдық ақпарат ұсынылған. Ондағы баннерлерге де назар аудару қажет. Көзіміз бірден QR кодқа түседі. Сол арқылы ата-аналар толық ақпаратпен таныса алады. Әрбір бұрышқа қарайтын болсақ, ұлттық құндылықты дәріптейтін бұрыштарымыз бар. Мысалы, математикалық танымдылықты арттыратын бұрыштарымыз бар. Шығармашылық танымды арттыратын бұрыштар бар. Бұл әдіс өте ыңғайлы. Бұл үшінші адам деп айтады ғой, үшінші педагог деп те айтуға болады. Мысалы, балаға бүкіл материалды ұсынып қойдың, бала өз бетімен жұмыс істеп, танымын арттырады, білімін арттырады, шығармашылығын арттырады. Балабақша қызметкерлері қолданыстағы тәсілді жан-жақты таныстырды. Сонымен қатар өзге де әдістерді баяндады. Танысу барысында қонақтар таңданыстарын жасырмады. С этой технологией я вообще познакомилась впервые. Бұл технологиямен алғаш рет таныстым. Өзім логопед маманмын, бірақ мынандай әдіс тәсілді білмеппін. Жұмыстарыңызға жоғары баға беремін. Еден, қабырға, тіпті төбе. Осының барлығы назарға алынған екен. Көңілімнен шықты. Тәжірибені жақсылап меңгеріп, өзіміздің бағдарламамызға міндетті түрде енгізетін боламыз. 5-ші халықаралық тәжірибелік конференция соңында қатысушылар балғындардың өнерін тамашалады. Талантты ұл-қыздар ән салды, би биледі. Мұндай шара келесі жылы да ұйымдастырылады. Ол Беларусь елінде өтпек. Байболат Бектемірұлы, Чернияз Иманов, МТРК.